Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дауыс естіліп тұр ма? Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жұма күні баршамызға мүбәрәк болсын иншалла. Бүгінгі бастайтын дәрістеріміз баршамызға пайдалы болсын. Осы дәріске қатысатын жаңа кісілермен танысып қояйық. Мен есім Айнұр Жақынбекқызы, осы парақшаның иесі, жүргізушісі және сіздерге намаз оқып үйрену дәрістерін жүргізуші ұстазбын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, біз иншалла бүгін намаз үйрену дәрістерін бастаймыз. Ең алдымен сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Және соған кішкене өздеріңіз жауап берсеңіздер деймін. Жалпы осы намаз үйренуге қатысып жатсыздар, немесе намаз оқуға ниеттеніп жатсыздар. Намаз үйренудегі мақсаттарыңыз қандай деген сұрақ қойым келіп тұр. Не мақсатта намаз оқиын деп жатсыздар? Шындарыңызды жазсаңыздар мына жерге, әркім шын мәнінде не үшін оқығыларыңыз келеді, не үшін жалпы оқиын деп жатсыздар? Осы сұрақтарға өздеріңіз жауап жазсаңыздар екен. Тез, шын мәнінде Алла разылығы үшін деген жауап жазбаңыздар, өтініш. Оны баршамыз білеміз, Алла разылығы үшін деп айтатын, бірақ айтпаңыздар ондай сөзді. Оны бәріміз білеміз, Алланың разылығы үшін екен, бірақ тек қана Алла разылығы деген ол жауап шын мәнінде егерде шын мәнінде Алла разылығы үшін деп қана айтатын болсақ, оның ішіне көп нәрсе кіріп кетеді да, қыздар. Сондықтан ол бір-ақ жауаппен олай шешілмейді. Ажалым келіп үлгермей қалам ба деп қорқамын. Жәннатқа кіру, парызды өтеу, күнәмізді кешіру үшін, парыз болған үшін, жан тыныштығым үшін, машалла. Иманымды күшейту және кешірім сұрау үшін. Қияметте сұралатын бірінші амал болғандықтан. Көр азап, қабір азабынан құтылу үшін. Машалла. Алла разы болсын. Яғни біразыңыз жауап бердіңіздер. Алла разы болсын жауаптарыңызға. Жалпы біз осы нәрсені түсініп алуымыз керек та, яғни намазды біз не үшін оқимыз деген нәрсені. Өйткені көп қыздар жаңағыдай бір проблема шешілмей жүргенде намаз оқитындар, оқысаң проблемаң шешіледі екен ғой. Мысалы, мынандай нәрсең болмаса сондай намаз оқысаң бүйтеді екен ғой деген оймен бастайды. Ең бірінші біз жалпы осы 5 уақыт намазды парыз екендігін білуіміз керек. Ал парыз деген сөз бұл міндет, яғни Алла Тағала бізге міндет деп қойған амал екен. Бірақ қараңыздар, егер біз намазды тек қана парыз деп әйтеуір оқу керек деп оқитын болсақ, онда біз не істейді екенбіз? Уақыт өте келе намазымыз әлсіреп қалдырып кетуіміз мүмкін екен. Ал егер намаз оқуды қалаймын деп оқитын болсаңыз, онда ол намаздан айырылмаудың жолын сіз жасайтын болады екенсіз. Мысалға келтіретін болсақ, мен әрдайым осы мысалды келтіремін. Егер де біз математика пәнін оқу керек деп оқитын болсақ, онда біз қинап болсын, әйтеуір жылап болсын оқимыз, немесе мүлдем оқымай қоямыз. Ал егер де математика пәнінің мұғалімін жақсы көретін болсаңыз, сіз және сол мұғалімге ұнау үшін, мұғалімнің көзіне түсу үшін оқитын болсаңыз, математиканы оқитын болсаңыз, онда сіз математика пәнін де жақсы көріп кетесіз. Тура сол секілді біз намазды парыз деп қана, немесе намазды әйтеуір оқу керек, немесе бір жаңағыдай намаз оқымасаң тозаққа кетесің деген сияқты нәрсемен оқитын болсақ,
да, яғни сондай бір белгілі себеппен ғана, онда ол біздің намазымыз уақыт өте келе әлсірейді екен. Яғни ең бірінші біздің мақсатымыз намаз оқудағы әрине парыз екенін білгеннен кейін, яғни Алла Тағаланың разылығына ие болу, иә. Өйткені Алла Тағаланың разылығына ие болу деген сөз, сіз не үшін Алланың разылығына ие болғыңыз келеді? Егер де сіз Алланы жақсы көрсеңіз ғана оның разылығын алыңыз келетін болады екен. Мысалы, ата-анамыз бізге ыдыс-аяқты жу деді. Анамыз мысалы, анамызды біз жақсы көргендіктен ыдыс-аяқты жусақ, біз сол ыдыс жуудың өзінен біз ләззат аламыз. Ал егер де жуу керек, анам ұрсат деп жуатын болса ыдыс-аяқты, онда мүлдем басқаша сезім болады, иә. Сол секілді намаз оқыған кезде де бізде осындай сезім болу керек. Яғни мен Раббымды жақсы көрем. Егер шын мәнінде әлі де жүректеріңізде Алла Тағалаға деген махаббат жоқ болса, онда менде 5 күндік эфир бар, осы парақшада білесіздер, семинар деп сақталып тұр. Яғни Алла Тағаланы тану семинары, сол дәрістерді көріп алыңыздар міндетті түрде. Яғни біз Алланы не үшін жақсы көруіміз керек, қалай жақсы көруіміз керек, жақсы көру үшін не істеуіміз керек деген секілді біз соны біліп, содан кейін уже намазды былай айтқан кезде, оқыған кезде сол намаздан, құлшылықтан немесе басқада біз ләззат алатын боламыз. Яғни біз біреуді жақсы көреміз деп айтқаннан кейін біз оның бұйрықтарына, тілектеріне, оны жақсы көретін нәрсесіне біз қарай ұмтылуымыз керек. Сол секілді намаз бұл Алла Тағаланың, яғни біз жақсы көретін адамымызбен мысалы жиі кездесуге тырысамыз, иә. Жиі кездескіміз келеді. Ал намаз осы біздің Алла Тағаламен тілдесуімізге, кездесуімізге бір мүмкіндік екен. Өйткені намазда Алла Тағала намазға тек Алла қалаған адамдар ғана келеді. Қараңыз. Сіз қанша қаласаңыз да келе алмауыңыз мүмкін, егер себеп жасамай, жүрегіңізде шынайы ниет болмаса. Ал енді намазға тұратындар, бұлар Алла Тағаланың жеке қонақтары болып саналады екен. Сондықтан егер де осы бақыт сізге бұйырса, онда сол бақыт үшін иншалла қуаныңыз. Өйткені ол әркімге бұйыра бермейтін бақыт екен. Енді біз бірінші бүгін намаздың ішіне кірместен бұрын намазға дейінгі амалдармен танысамыз. Яғни намаз біріншіден кімге парыз? Намаз ақыл есім дұрыс, мен саумын деген балиғатқа жеткен, яғни қыз баласы 9 жас деп келеді енді хайыз келген уақыты, ал ұл бала 12 жастан бастап не істейді? Намаз парыз болады. Енді мына жерде біз көбіміз ол жастан асып кеткенбіз, Аллаға шүкір. Және мұсылман үшін ғана. Яғни сіз мұсылман болмасаңыз, сізге намаз үйрену, намаз оқу парыз болмайды екен. Яғни осы шарттар орындалғаннан кейін сіз саналы түрде мен намаз оқимын деп не істейді екенсіздер? Намазға жығылады екенсіздер. Енді бүгін намазға кірмей жатып, мен сіздерге намаздың парыздары туралы айтқым келіп тұр. Қараңыздар, құрметті қыздар, құрметті жамағат, апайлар бар шығар араларыңызда, иә. Парыз деген сөз, намаз парыз. Оны сіз жасасаңыз сауап аласыз, Алланың разылығына ие боласыз, жасамасаңыз күнә аласыз. Тура сол секілді намаздың өзінің ішінде де парыздар бар екен. Яғни бұл парыздарды сіз жасасаңыз, намазыңыз дұрыс болады, намазға өте аласыз. Ал бұл амалдардың біреуі жасамасаңыз, сіздің намазыңыз қабыл болмайды екен. Бұл намазға кірмей тұрып жасалатын намаздың парыздары бүгін біз өтетініміз, яғни намаздың сыртқы парыздары немесе намаздың рукіндері деп келеді. Бұл дегеніміз біріншісі дәретсіздіктен тазалану. Дәретсіздік дегеніміз екі түрлі болады. Біреуі үлкен дәретсіздік, екіншісі кіші дәретсіздік. Сіздер өздеріңізге конспект жасап алыңыздар міндетті түрде. Үлкен дәретсіздік дегеніміз бұл бізден ғұсыл алуды, яғни шомылуды талап ететін дәретсіздік екен. Біздің бойымыздан бұзылатын дәретсіздік. Бұған не жатады дейтін болсақ, бұған біздің етеккір келеді. Етеккір келгеннен кейін сіз тазалану керексіз. Яғни етеккір бұл үлкен дәретсіздік болып саналады да, етеккір кеткеннен кейін біз тазалануымыз керек ғұсыл алу арқылы. Екіншіден нифас. Яғни босанған әйелге 40 күн қан келеді ғой. Сол қаннан кейінде біз не істейміз? Ғұсыл алу арқылы тазаланады екенбіз. Сонымен қатар ерлі зайыптылардың жақындасуынан кейінде біз осы ғұсыл алу арқылы не істейді екенбіз? Тазаланады екенбіз. Сонымен қатар соңғысы бұл
жаңағыдай әйел адам немесе ер кісі таңертең оянғанда түсінде жаңағыдай бір тілмен айтқанда ұятсыз түс көріп оянып таңертең жаңағыдай астынан жыныс мүшесінен ұятты жерінен яғни не көретін болса сұйықтық бөлінгенін байқайтын болса ол кісіде ғұсыл алуы қажет болады екен. Яғни осы 4 жағдайда бізге не ғұсыл алу арқылы біз тазаланады екенбіз. Ғұсылды қалай аламыз дейтін болсақ, аузымыз бен мұрнымызды тереңінен шаямыз, сосын бүкіл денемізге не істейміз? Кіндігіміздің іші, құлағымыздың іші, мысалы тесігіне су кіргізу міндет емес, жай сырғамызды қимылдатсақ болды. Яғни бұл не болады екен? Бізге ғұсыл болады екен. Енді осы жерде сұрақ туындауы мүмкін. Ауылды жерде тұрамыз, анау мынау деген секілді. Құрметті қыздар, Алла Тағала бізге әрдайым жеңілдік береді. Ол жеңілдік қандай? Егерде шын мәнінде сіздің үйіңізде су жылытуға мүмкіндік болмаса, егер шын мәнінде сіздің үйіңізде бір болады ғой, сондай мысалы жаңағыдай шомылуға мүмкіндік болмаған кезде, онда таяммуммен алуға рұқсат етіледі. Бірақ ол сондай шын мәнінде сіз сондай. Ал су жылытуға мүмкіндік болып, сіз ерінсеңіз, жеке өзіңіздің бөлмеңіз бар болса, мысалы, жаңағыдай, онда сіз кәдімгі тазик деп айтады ғой бізде, шлаушын дейді сіздерде, не дейтін. Сондайға шелекпен кәдімгідей су құйып алып, не істесеңіздер болады, ғұсыл алсаңыздар болады екен. Және де мысалы ауылда тұрған кісілерден біз естиміз, олай істеуге де болады. Яғни сіз ғұсыл алған кезде міндетті түрде мочалканы жуып, сабындап, шампундау қажет емес. Бастысы судың тиюі. Яғни ішті рет алып алғаннан кейін сіз ғұсылда аузыңызды толығымен шаясыз. Оны бірінші шайсаңыз болады, немесе соңында шайсаңыз болады, мұрныңызды шаясыз. Одан кейін басыңызды бөлек суға тазикке жуып алып, сосын денеңізге суды толық жаңағыдай құйып шықсаңыз, міне осы сіз үшін ғұсыл болады екен. Яғни бұған негізі шын мәнінде бізде таныстарымыз бар, өзімізде де ауылда тұрған кездеріміз болды. 5 минуттың ішінде, 10 минут максимум ішінде алуға мүмкіндік бар екен. Сондықтан көбісі осы ғұсылдан қиналады. Құрметті жамағат, негізі ғұсыл шын мәнінде шынайы ниет етсеңіз, ол қиын нәрсе емес. Иә, қаладағыларға оңай, бірақ сіз ауылда тұруды өзіңіз таңдадыңыз, тұрмысқа шығатын кезде білдіңіз, иә. Ал енді қараңыздар, ғұсылмен жүріп бала емізудің артықшылығы қандай, ғұсылмен жүріп тамақ жеудің оның барлығы бүгінгі күн медицинада дәлелденіп жатыр. Яғни әйел мен ер кісі жақындасқаннан кейінгі бөлінетін энергиядан тазаланудың жолы ол бір су ғана. Сонда сіз ол нәрсені алмасаңыз, ол бүгінгі сіздің күндіз бойғы көңіл күйіңізге де барлығына сіз білмеген дәрежеде әсер етеді екен. Ол тіпті ғұсылмен бала емізгенмен, мысалы көп бізде таныстарымыз айтады, ғұсылмен осы намазға келіп ғұсыл алып емізген баламның мінезі бөлек деп айтады. Сондықтан бұл не істейді екен? Бізді осындай жағдайларда ғұсыл алуға міндеттейді, алуымыз қажет екен. Енді айталық, осы жерде айтып кетейік, тағы да ер кісілер жоқ шығар деген үміттемін. Ер кісілер болса шығып кетіңіздер. Мысалы, әйел мен ер кісі түнде жақындасқан болса, ол кісі таң намазына ғұсыл алу керек. Мысалы, құптаннан кейін айталық. Ол кісі сол кешіріңіздер жақындасқаннан кейін немесе таң намазының уақыты кірген кезде алса болады екен ғұсылды. Яғни қазір болды, қазір ғұсыл алу керек деген нәрсе жоқ екен. Бұл бір. Екіншіден, нифастан немесе хайыздан тазарған әйел қай намаздың уақытында тазарсам, мысалы 5-дің уақытында мен сағат 2-де тазарсам, онда сағат 2-де ғұсыл аламын да, мен сол 5-дің намазынан бастап оқып кетемін. Яғни мынандай нәрсе жоқ. Мысалы мен 5-дің уақытында күндіз тазарсам, мен ертеңгі таң намазынан бастаймын деген нәрсе жоқ екен. Қай намазда тазарасыз, сол намазда сіз не істейсіз? Ғұсылыңызды аласыз да, сол намаздан бастап оқып кету сізге міндет болады екен. Ал екіншісі бұл кіші дәретсіздік. Кіші дәретсіздік дегеніміз бұл біздің күнделікті кіші дәретсіздік дегеніміз ол мына нәрселер, яғни жел шығуы, немесе үлкен және кіші дәретке бару, немесе әйелдерге келетін выделение, қан ағу, қанның өзі, мысалы, мына жерінен қан ақса айталық, қолым кесіп алсам, немесе бетін осылай тіліп алсам, егер ол қан шыққан жерінен, аққан жерінен, мысалы, қан шықты, тоқтап қалатын болса,
орнынан ақпайды, онда дәретін бұзылмайды. Ал шыққан қан бүйтіп орнынан жылжитын болса, онда дәрет бұзылады екен. Сонда мысалы сіз угріңізді сықсаңыз, ол бүйтіп қан ақпаса, онда сіз мысалы дәретіңіз бар деген сөз екен. Ауыз толып құсу, яғни сіз лоқс, ауыз толып құсса, бұл дәретті бұзады екен. Яғни кіші дәретсіздік болады. Намазда дауыстап күлу, дауыстамай күліп жымисаңыз, онда намазды бұзбайды, дәретті бұзбайды. Ақыл есінен айырылу, бұл ақыл есінен айырылуға, мысалы арақ ішсе де адам, ол дәретін бұзады екен оның. Жыныс мүшелерінің әйел мен еркектің жақындаспаса да, бірақ жаңа жалаңаш күйде бір-біріне тиюі, бұл да не істейді? Дәретті бұзады екен. Таямым, мәсі үзірдің уақытының бітуі, бұларда не істейді? Дәретті бұзады екен. Оны алдағы уақытта таямым мәсіні біз айтатын боламыз. Яғни осындай жағдайлар сізде болған кезде, орын алған кезде, сіз одан дәрет алу арқылы тазаланады екенсіз. Енді осы жерде тағы да айта кететін нәрсе, сіз мысалы айталық, таң намазда мен қазір дәрет алдым дедік. Таң намазының уақыты шықты, бесін намазына дейін мен ешқандай жаңағы айтқан нәрселердің ешқайсысы болмаса, дәретті бұзатын жағдайлардың ешқайсысы болмаса, мысалы мен қазір 7:30-да дәрет алып, сағат 1-ге дейін дәретім сақталатын болса, сағат 1-де бесін намаз кіреді, яғни мына жағдайлардың ешқайсысы болмаса, сағат 1-де бесін намаз кіреді. Онда мен осы таң намазының дәретімен бесін намазын оқысам да болады екен. Яғни бір дәретпен, егер сіздің мына нәрселер болып дәретіңіз бұзылмаса, онда сіз бір дәретпен 5 уақыт намаз оқысаңыз да болады екен. Өйткені бізде көбіміз ойбай дәрет алу қиын деп содан қиналады. Ешқандай қиындығы жоқ екен. Бұл да біздің дініміздің несі? Жеңілдігін, яғни намаз оқудың қиын емес екендігін көрсетеді. Яғни кіші дәретсіздіктен біз осылай не істейміз? Дәрет алу арқылы тазаланады екенбіз. Қазір дәретті қалай аламыз, оған келеміз. Намаздың парыздарына тоқталып бітейік. Екінші, нәжістен тазалану. Яғни дәретсіздік дегеніміз бұл біздің ішімізден шығатын нәрселерден тазалану екен. Ішімізден, яғни біздің мысалы қан ақса менің ішімнен шығады, жел шықса менің ішімнен шығады, құссам менің ішімнен шығады. Ал енді нәжістен тазалану дегеніміз бұл сырт жақтан бізге жұғатын нәжістер екен. Яғни мысалы сіздің киіміңіз, намаз оқитын жеріңіз, осы немесе денеңіз не істеу керек? Осы нәжістерден тазалану керек. Нәжіс дегеніміз ол не? Тура жаңағы айтқан мысалы нәрселер сізге сырттан жұғатын болса. Мысалы, айталық, балаңыз, сіз дәрет алып келіп едіңіз, балаңыз келді, сіздің не істеді? Үстіңізге дәрет сындырып қойды, мысалы айталық. Сол кезде сіздің киіміңіз бұлғанып қалды. Мысалы, киіміңіздің айталық нәжер бұлғанды. Онда сіз осы киіммен намаз оқи алмайсыз. Сіз не істейсіз? Осы киімнің осы жерін жұп тастайсыз, яғни дәрет тиген жерін. Немесе бұл киімді ауыстырасыз полный, өзіңіздің жағдайыңызға қарайсыз. Сөйтесіз де өзіңіз қайта дәрет алмайсыз. Тек дәрет жаңа не тиген, нәжіс тиген жерлерді ғана не істейсіз? Жуа салады екенсіз. Егер де дәретіңіз бар болған болса. Осы жерде көп кісілер ойлайды, мысалы мен дәрет алып келдім, балам келіп дәрет, мысалы бұз не қойды, дәретін жіберіп қойды, маған тиген жоқ, бірақ жіберіп қойды. Мен барып баламның жаңағыдай көтенін жуып мысалы памперсін ауыстырсам, көп аналар ойлайды, мен де дәрет алуым керек қайтадан деп. Жоқ, балаңыздың дәреті бұзылса, сіз одан дәрет алмайсыз. Яғни ол сіздің дәретіңізді бұзбайды екен. Тек сізге тисе, денеңізге, немесе киіміңізге, немесе намаз оқитын жеріңізге тисе ғана, сіз сол жерді ғана не істейсіз? Тазалап жібереді екенсіз. Және осы жерде мына нәрсені айтып кету керек. Егер де сіз мысалы көшеде намаз оқыған кезде, немесе сондай жағдай болып сіз жұмыста оқисыз. Мысалы бізде көп медицинада істейтін кісілер айтады, біздің айналамыз спирт, бөлме таза емес, жаңағыдай лас, аяқтарымен бас жүреді деген сияқты. Құрметті қыздар, егер де сіздердің жай намаздарыңыз өздеріңізбен әрдайым болса, пол лас мысалы айталық, сіз намаз оқитын жеріңіз, үстіне жай намазды төсеген кезде ол ластық, жай намаздың мысалы мына беті лас болса, мысалы пол, мына бетіне жай намаздың ол ластық өтпейтін болса,
сізге сол жайнамаз төсейтін орын жеткілікті. Айналаңызда спирт төгіліп жатса да, қан ағып жатса да, былай айтқан кезде жайнамазыңыз төселетін жеріңіз таза, яғни жайнамазыңыз таза болса, сол сізге намаз оқуға жарайды. Сондықтан бұл жерде мен анандай жерде істеймін, мынандай жерде істеймін деген сияқты нәрсе не істемейді екен, бізді намаз оқудан тыймайды екен. Әрине таза жер болса жақсы, бірақ бұл намазды қаза қылмау үшін жасалған жағдайда, яғни сізге жайнамаз, карманный жайнамаз дегендер бар, сатып алсаңыздар болады. Любой жерде төсеп жібересіз да оқи береді екенсіз. Үшіншіден, намаздың уақытының кіруі. Яғни сіз оқиын деп жатқан намаздың уақыты кірмесе, сіз намазды оқи алмайсыз. Мысалы, таң намазының уақыты кірмеді, бірақ сіз жұмысқа шығуыңыз керек. Мысалы, бізде 6:49-да таң намазы кіретін болса, сіз 6:30-да жұмысқа шығуыңыз керек. Ой, мен үйден таң намазын оқып шыға салайын, 6:30-да жұмыста үлгермеймін деген сияқты сіз оқи алмайсыз. Сіз таң намазының уақыты кірмейінше, немесе кез келген намаздың уақыты кірмейінше, ой, мен бүгін тойға баратын едім, қазір оқи салайын деген нәрсе жоқ екен. Не істейсіз? Уақыты кіргенін күтесіз. Мысалы, сіз автобуста кетіп бара жатсаңыз, жұмысқа үлгеретін болсаңыз, жұмысыңызға барып оқисыз. Қазір уақыттарын айтамыз тағы да. Егер де сіз басқа да бір жағдайлар болатын болса, онда өз жағдайыңызды өзіңіз жасайсыз. Негізі қазақтың кітаптарын оқысаңыздар, шам уақыты, мысалы, бұрын әжелерімізде сөйлейтін, шам намаз уақыты, құптан уақытында үйде болыңдар, немесе бесін уақытында кездесеміз деген секілді, олар намаздың уақытымен сөйлейтін. Сағат 2-1 деп емес. Неге? Өйткені олар ең бірінші сол намазын қаза қылмаудың жағдайын жасайтын еді. Төртінші парызы намаздың, яғни намаздың уақыты кірмейінше, ол намаз сізге парыз болмайды дедіге. Бұл әуреттің жабық болуы. Яғни намазда тұрғанда, кәдімгі тура мен қалай отырсам, осылай сіздер жауып намазды оқу керексіздер. Тек қана ашуға болады бет, қол, сонымен қатар тобықтан төмен аяқ. Көп сұрақ қояды осы жерде, штан киіп оқу міндет па, нәски киіп оқу міндет па? Жоқ, штан киіп оқымаймын десеңіз, көйлегіңіздің басты ішінен прозрачный болмаса, онда сіз оқи бересіз, штансыз ақ болады. Ал нәскиге келетін болсаңыз, егер сіз намазда рукуққа, сәждеге барған кезде тобығыңыздың ашылып қалмайтынына сенімді болсаңыз ғана жалаң аяқ оқуға рұқсат. Ал егер де сіз еңкейгенде, мысалы, тобығыңыз, аяғыңыз ашылып қалатындай болса, онда нәски кию міндет болады екен. Келесі, құбыланы табу. Сіз қай жерде жүрсеңіз де, егер жаңадай самолетте, немесе пойызда мүмкіндік болмайтын жағдай болмаса, құбылаға қарайтын, кез келген бір қонаққа барсаңыз да, этаж үйде тұрсаңыз да, жер үйде тұрсаңыз да, қаланың сыртында тұрсаңыз да, сіз құбыланы табу керексіз. Құбыла дегеніміз біздің күн бататын жақ негізі. Бірақ қазір мен сізге приложение көрсетемін. Сол приложениеде қарасаңыздар, ішінде құбыланы көрсететін приложение бар. Яғни сіз оны любой үйге барасыз, мысалы, ол үйдің иесі білмейтін болса, приложениені қойсаңыз, сізге құбыланың бағытын көрсетіп береді. Сіз сол бағытқа қарап намаз оқисыз. Құбыланы іздеу парыз, қыздар. Яғни барып алып, ай, примерно мына жағау деймін деп, сіз намазды қате құбыламен оқып қоятын болсаңыз, намазды қате оқисыз. Тіпті іздемей, мысалы, примерно осы жағау деймін деп ешкімнен сұрамастан оқып, бірақ дұрыс оқыған болсаңыз да, іздемегеніңіз үшін сіз не істейсіз? Яғни білмей іздемегеніңіз үшін намазды қайта оқуыңыз керек болады. Алтыншысы бұл ниет. Яғни қай намазды оқиын деп жатсыз, сол намазды ниеттенесіздер. Бұл олсыз болмайды. Түсінікті. Яғни осы 6 нәрсені сіз намазға дейін жасамайынша, сіздің намазыңыз дұрыс болмайды. Осы 6 нәрсенің біреуі жоқ болып сіз намаз оқысаңыз, онда намазды қайтадан оқу керек боласыз. Яғни бұл 6 нәрсесіз не істеуге болмайды екен, намазымыз қабыл болмайды екен. Енді бүгін біз дәрет туралы айтатын боламыз сіздермен, яғни намазды емес, дәрет туралы айтатын боламыз бүгін. Қараңыздар, дәрет алудың да өзінің парыздары бар, және сүннеттер бар. Парыз дегеніміз болды, осы нәрсе жасалмаса, сіздің дәретіңіз дұрыс емес деген сөз. Ал сүннеттері, оларды, мысалы, сіз ауырсаңыз, мысалы, мен кеше мұрныма сүлік алдым, су тигізбеген абзал болса,
мен не істеймін, мұрнымды шаймасам болады деген секілді. Өйткені ол сүннеті, парызы емес деген секілді. Қазір осы туралы айтатын боламыз. Қараңыздар, дәреттің парыздары 4 ғана. Егер де сізде үйіңізде су тоқтап қалып, азғантай су болса, немесе су мұздай болып, суды жылытуға мүмкіндігіңіз болмаса, немесе сіз сондай ыңғайсыз жағдайда тұрсаңыз, мысалы уақыт аз болса немесе, онда сіз тек қана осы дәреттің парыздарын жасайтын болсаңыз, жуатын болсаңыз, онда сіздің дәретіңіз бар болып есептеледі екен. Осы нәрсені жаттап алыңыздар. Бастысы осы 4 қалмау керек. Қалған нәрселерден шатасып кетсеңіз, бүйтіп кетсеңіз, сөйтіп кетсеңіз, мысалы мұрныңызды шаймай қалсаңыз деген секілді, онда дәретіңіз сіздің бәрібір бар болып есептеледі. Бастысы осы 4 қалдырмай жасау керек. Бұл біріншісі қолды шынтақпен қосып жуу. Шынтақпен қосып жуылу керек, қыздар. Шынтақты мына жерге дейін жууға болмайды. Шынтақты қосып, мүмкін болса шынтақты асырып жуған абзал. 3 реттен емес, 1 реттен жуу парызы. 3 рет жуу бұл сүннетпен қосымша сауап былай айтқан кезде. Ал 1 рет, мысалы, суыңыз азақ болса, сіз оны 3 рет жуып отырып суды жеткізе алмайсыз ғой. Сондықтан 1 рет осылай жусаңыз, оң қолды, сол қолды, Одан кейін бетіңізді, бет дегеніміз мына шаш шығатын жермен мына иек, және мына құлақпен құлақтың арасы. Міне осы нәрсе бізде жүз, яғни бет болып саналады. Битіре емес, тек қана мына бүкіл шаш осылай көрсеткен жердің барлығын жуу, 1 рет жуу. Бұл да не екен? Парыз екен. Яғни бетіңізді жудыңыз 1 рет, қолыңызды шынтаққа дейін қосып жудыңыз, одан кейін басыңызға 1 рет. Бұл парызы болсын, басқа жалпы 1 рет масих тартылады. Яғни сіз не істейсіз? Басыңызға 1 рет қана. Мүмкін болса, қыздар, толық басқа масих тартқан жақсы. Мүмкін болмаса, мысалы айталық, орамал тағасыз, көшеде қалып кеттіңіз, енді сіз орамалыңызды ол жерде шешіп тұра алмайсыз. Сондықтан орамалыңызды ашасыз, мысалы 4/1 бөлігіне тигізсеңіз, ашып, бірақ сыртына емес, қыздар, мен мысал келтіріп жатырмын. Орамалыңызды ашып, мысалы, немесе сәл мына жерін шешіп қойып, кеңейтіп, 4/1 4 саусағыңыз тисе жеткілікті. Қыздар, ол былай жасайсыз ба сіз, былай жасайсыз ба, былай жасайсыз ба, бастысы ол емес. Бастысы парызында, әйтеуір 4/1 бөлігіне сіздің басыңыздың тию керек. Сондықтан саусағымды битем ба, әлде битем ба деп сұрамаңыздар. Ол парызы емес. Мүмкін болса, әрине осылай жасағандарыңыз жақсы, бірақ ол парызы емес. Көрдіңіздер ма? Парыз емес болса, қыздар, ол жерден қателесіп кетсеңіздер ештеңе қылмайды. Бастысы сіз парызын жасау керексіз. Міне басыңызды 4 бөлікке бөлесіз, сол 4 бөліктің 1 бөлігіне тиюі қажет болды. Осы парыз. Аяқты тобықпен қосып жуу, 1 рет жуу парыз, яғни сіз жаңағыдай су аз, су суық деген жағдайда аяғыңызды тобықпен қосып, бірақ қыздар, тобықтан асырып жуу, бұл парыз екен. Ал енді саусақтың арасына қолымды бірінші кішкентай саусақтан бастайын ба, әлде үлкен саусақтан бастайын ба деген сұрақтардың бәрі қосымша мәселелер. Бастысы саусағыңыздың арасына дейін тиіп, және тобыңызбен қосылып, дәретте не істеу керек? Жалпы жуылуы қажет. Міне, ең кемінде осы нәрселер сізде не істелу керек? Жасалуы қажет екен. Енді осы жерде қарайтын болсаңыздар, іш дәрет деген жоқ парызында, Айталық. Сіз үйден шығатын кезде іш дәрет алып шықтыңыз, бірақ сырт дәрет алмадыңыз. Мысалы, сырт дәрет деген осылар. Іш дәрет деген бұл жыныс мүшелерін жуу, былай айтқан кезде. Сонда сіз мысалы қалай аласыз? Іш дәретті жудыңыз, жылы су болса, міндетті түрде жылы сумен жуып, артынан қағазбен сүртіңіздер. Суық су болатын болса, сіз жаңағыдай көшеде қалып кеттіңіз, айталық, суық су болатын болса, онда қағаз бар ғой, кәдімгі қағазбен тазалау, яғни қағазбен құрғатып, тазалап сүрту, ол бізге не істейді? Жаңағы іш дәреттегі судың орнына жүреді екен. Әрине болса, бірақ, мысалы, жаңағыдай бір дәрет кетпейтін бір жағдайлар болса, онда сумен жуу парыз болады, қыздар. Ал бірақ қалған жағдайда сіз сумен жумай, тек қағазбен құрғатып, әрі тазалап сүртіп алатын болсаңыз, ол сізге не істейді екен? Іш дәретке жарайды екен. Сіз осылай үйден тазаланып шықтыңыз, бірақ айталық, сырт дәрет алуға үлгермедіңіз. Немесе сырт дәрет алдыңызда, бірақ жолда бұзылып кетті, жел шығып кетті сізге. Сөйттіңізде, сіз жететін жеріңізге жеткеннен кейін намаз уақыты кірді, мысалы. Ол кезде сіз іш дәретіңізге
өзіңіз дәретке барғыңыз келмесе, онда сіз үйден алған іш дәретіңіз жарайды да, сіз тек мына нәрселер, яғни сырт дәретті алсаңыз болады. Яғни дәрет алу деген сөз қайта-қайта туалетке барып астыңды кешіріңіздер жуа беру, яғни жыныс мүшелерін жуа беру деген сөз емес. Көбісі солай ойлайды да, мен суықтап қалдым дәрет ала бергеннен дейді. Не үшін десең, осылай қайта-қайта жуына бергеннен, яғни жаңағы іш дәрет ала бергеннен дейді. Выделение еткен қыздарда көп керек. Ал бізде, дінімізде біздің ауырып қалғанымызды қаламайды екен Алла Тағала. Сондықтан бізге осындай жеңілдіктер берген екен. Яғни сіз не істей аласыз? Бір дәретпен бірнеше намаз оқи аласыз, бұзылмаған болса, немесе іш дәретіңізді қайта-қайта ала бермей, егер енді жалпы таза екенін білсеңіз, жел шыққанмен ғана бұзылған болса, ал выделениемен бұзылған болса, онда оны сүріп тастасаңыз болады деген секілді. Мысалы, қанаған болса, қанаумен бұзылса, онда сіздің іш дәретіңіз кетпейді одан. Сіз тек сырт дәрет алсаңыз жеткілікті болады. Осы нәрсені біліп алыңыздар. Енді дәрет қалай алынады? Толық көрсетейін. Бірақ парыздары мынау. Яғни сондай жағдай жоқ болған кезде осы төртеуін жасасаңыздар, сіздің дәретіңіз бар болып есептеледі. Онымен намаз да оқи аласыз, Құран да оқи алады екенсіз. Ал жалпы дәрет қалай алынады дейтін болсақ, желательно бірінші ниет болғаны жақсы. Бірақ ниет етуді ұмытып кетсеңіз, көрдіңіз ғой, парыздың ішінде жоқ. Яғни сіз дәрет алам деп ниет етуді ұмытып кетсеңіз, онда бәрібір сіздің дәретіңіз бар болып есептеледі. Бисмилланы айтасыз. Осы жерде қазір тағы сұрақ туындайды. Туалетте айтуға бола ма? Туалет пен ваннамыз бір жерде, бисмилля айтсам, қыздар дәретханаға кірмей тұр, бисмилляны айтып, сосын дәретханаға кіріп, дәретіңізді алып болғанша сол бисмилля негізі жетеді. Ал бірақ айтқыңыз кеп бара жатса, сырт дәрет алып жатқанда, онда ішпен ғана айтыңыздар. Ванна мен туалетіңіз бір болса да, ішпен ғана айтыңыздар, іштей ғана. Негізі дәретхананың сыртында бисмилляны айтып, дәретханаға кіретін дұғаңызды айтып, кірсеңіз сол жеткілікті. Сонда қайта-қайта айтпасаңыз да болады. Сондықтан не істейсіз? Дәретханаға кірдіңіз, айталық іш дәретті алдыңыз. Іш дәрет сол қолмен алынады, білесіздер. Жаңағыдай тазаландыңыз, сосын ваннаға келдіңіз, немесе раковинаға келдіңіз. Қолыңызды 3 рет жуу. Енді мүмкін болса сабындап жуып алыңыздар, егер тазалану керек болса. Сіз не істейсіз? Сақиналарыңыз болса, сақиналарыңыздың астын жылжытып, су өту керек. 3 рет қолдың сақинасына дейін не істейсіз? Қолыңызды жуасыз 3 ретмен. Саусақтарыңыздың арасын аралап, сақинаңыз болса, сақинаңыз жылжытып, осылай 3 рет жуасыз. 3 рет жуғаннан кейін оң қолмен ауызға барынша тереңірек, ораза болмасаңыз, барынша тереңірек деп тістеріңіздің арасын салалап қолыңызбен аузыңызды 3 рет шаясыз. 3 рет жасау бұл сүннетінен. 1 рет жасасаңыз, немесе санынан шатасып кетсеңіз, ештеңе қылмайды. Қыздар, бастысы мына дәреттің парыздары бұзылмаса болды сізде. Не істедіңіз? Шайдыңыз, осылай 3 рет істедіңіз. Оң қолмен мұрынға су аласыз, сол қолмен жібереміз. Оң қолмен мұрынға су аламыз. Бұны да барынша терең алған жақсы, егер ораза болмасаңыздар, немесе зияны болмаса. Осылай істедіңіз. Одан кейін қолыңызбен беттеріңізді 3 рет жудыңыз. Содан соң қолыңызды шынтақпен қосып 3 рет, оң қолыңызды 3 рет жуып алдыңыз. Немесе кезек 1, 2, 1, 2, осылай жусаңыз болады. Немесе бірінші қолыңызды, оң қолыңызды 3 рет жуып алып, сосын барып, сол қолыңызды 3 рет жуыңыздар. Сол қолдарыңыз, яғни 3 рет осылай не істейсіз? Жудыңыз. Содан кейін сол қалған сумен, қолыңыз жуған сумен, қайтадан суламасаңыз болады, басыңызға 1 рет масих жасайсыз. Міне, болды. Егер де жаңа айтып кеттік, толық басыңызға жасауға мүмкіндік болса, толық жасаңыз, толық жоқ па, онда бастың 4-тен 1 бөлігіне тию керек. Міне, осылай жасасаңыз сізге жеткілікті. 1 рет қана, басқа 1 рет қана мас тартылады. Одан кейін құлақты мына саусақтармен ішін тазалайсыз, мына саусақпен сыртын тазалайсыз. Болды. Енді осы жерде мойынға тарту керек па, тартпау керек па? Тартуға мүмкіндік болса, тартыңыз, тартуға мүмкіндік жоқ болса, проблема емес. Осын жаттап алыңыздар. Бізде жаңағы білетін намаздың парыздары бастысы бұзылмаса болды. Ал енді аяқ, яғни масих тартуғаннан кейін аяққа келеміз.
кішкентай саусағынан бастап арасынан салалап оны жуа бересіз. Яғни тобыңыз бастысы қосылып жуылуы керек. Бір рет, екі рет, үш рет, бір рет, екі рет, үш рет. Осылай не істедіңіз, аяқты жуасыз. Міне, осымен сіздің дәретіңіз бар болып есептеледі. Сонымен осы дәретпен сіз намазға кірісесіз. Яғни және де жаңа айтып кеттік, дәретті бұзатын жағдайлар мыналар. Егер осы жағдайлардың ешқайсысы сізде болмаса, онда сіз дәретті бар болып есептелесіз. Тағы да қайталап айтам, бір дәретпен осы алған бірнеше намазды оқысаңыз болады. Сонымен қатар айтатын нәрсе, хайз, нифас кезі келеді, мысалы хайз кеп қалды. Онда сіз сол намаздың қазасын өтемейсіз кейін. Немесе, мысалы айталық, сіз 5 намазы сағат 1-де кірді, сіз оқыған жоқсыз, бірақ сағат 1:30-да, немесе 2-де сіздің етеккіріңіз келді. Хайз деген етеккір. Ол кезде сіз 5 намазын кейін қазасын өтемейсіз. Түсінікті ғой, өткен қай намазда етеккір келсе, сол намаздың қазасы өтелмейді, уақыты әлі шықпаған болса. Қай намазда тазарсаңыз, сол намазда ғұсыл алып намазды бастау керексіз. Мысалы, сіз 5 намазында тазарсаңыз, сол намазда ғұсыл аласыз, сол намаздың уақытында, және сол намаздан бастап оқисыз. Ғұсыл алған кезде тек не? Шомылу керек. Жаңа айттық, шомылу керек болған жағдайларды айтып кеттім басында, эфирдің басында қатыспағансыздар көріп аласыздар. Не істейсіздер, жаңадай су құйып шықсаңыздар болады. Немесе қараңыз, басыңызды жуып алдыңыз, трәпкіні шылқытып бүкіл денеңізге жаңадай су тиетіндей қылып, бүкіл денеңізге солай жасаса да болады. Бірақ ең жеңілі жаңа суды құйып шыққан, ол үшін жаңадай шампунды алып, жаңадай керемет шомылудың қажеті жоқ екен. Ғұсыл алатын жағдайлар айттым, осы етеккірден, нифастан тазарған кезде, және ерлі-зайыптылар қосылған кезде, немесе немесе әйел таңертең оянған кезде, астынан дымқылдықты байқаса, ол жаңағы түс көргеннен ихтилам дейді, яғни түс көреді, ұятсыз мысалы, таңертең тұрса, асты дымқыл. Онда сол кісі не істеу керек? Ғұсыл алу керек болады. Намаздың уақыттары енді. Қараңыздар, қыздар, осы жерде намаздың уақыттарын айтып кетейін. Көбісі осыдан қателеседі. Намаздың соншалықты Алла Тағала бізге жеңіл қылып бергені, ойбай, осыларақ қазір мініп сағат 1:00-де менің уақытым жоқ деп айтпасын дегені, Алла Тағала не істеді? Намаздың уақыттарын бірнеше не қылып бөліп берді. Қараңыздар, астында тұр Құран KZ деген астын қызылмен сызып қойғам, голубой цветті тұр ғой. Құран KZ, Play Market'тен, немесе App Store'дан, кімде қандай не бар, телефон, осы жерге Құран KZ деп жазсаңыздар, осы приложение шығады. Осы приложениенің ішіне кіретін болсаңыздар, намаздың уақыттары, намаз оқу үлгісі, намазда оқылатын дұғалар, дәрет алу үлгісі, құбыла, осы приложениенің ішінде сіздерге көрсетіп береді. Яғни ұмытып қалсаңыз, немесе құбыланы таппасаңыз, интернетіңіз болса, бастысы осы приложение көрсетіп береді. Осы приложениенің ішінде мен намаз уақыттары бар, мен скриншоттап алдым. Намаз уақыты деп тұр төбеде, менде Алматы қаласы деп тұр, қараңыздар. Уақытыңыздың шығуы, таң намазының уақытын шығу көрсетіп тұр, оның астына хадис пен аят сізге беріліп тұр. Енді осы жерде қараңыздар. Бисмилля. 6:49 деп тұр таң намазы, және күн 8:12 деп тұр. Бұл деген сөз Алматы қаласында таң намазының кіру уақыты 6:49. Сондықтан мен сіздерге жаңа 7-тен аса кіргенім, таң намазын оқып болып сіздерге кіргенше сәл 7-тен асып кетті. Күнде солай болуы мүмкін. Енді кеше маған біреулер жазды, бізде ол уақытта таң намазының уақыты ғой деп. Енді қараңыздар. Кешірім сұрайым қазір. 2 минут. Яғни Алматы қаласы бойынша таң намазы 6:49-да кіреді.
Ал күн деген уақыт, бұл күн шығатын уақыт. Енді қараңыз, сіз таң намазын сонда 6:49-дан бастап 8:12-нің арасында оқуыңыз қажет қой. Бұл жерде яғни мынандай жоқ екен. 6:49-да сен тұрасың, оқисың деген нәрсе жоқ. Бастысы осы екі уақыттың ортасында оқылу керек. Сонда ол деген сөз 1 сағат 20 минут сізде уақыт бар таң намазын оқуға. Ал біз көбіне ойлаймыз, мысалы, осылай эфир сағат 7-те қойдсаң, бізде ол кезде таң намазын уақыты деген секілді. Мысалы айталық, 7:30-ға дейін эфирге қатысып, 7:30-да намаз оқуға барып келсеңіз болады. Мысалға, немесе 7-те оқып алып, сосын барып сабаққа қатыссаңыз болады деген секілді. Бұл басқа қалаларға да қатысты. Осылай сіздерде екі уақыт көрсетіліп тұрады. Таң және күн. Сіз таң намазын бастысы сол екі ортада көрсету керексіз. Өзіңіздің қалаңызды өзгерте аласыз, сол қаланың уақытын шығарып береді бұл жерде. Яғни бұл 8:12-ге дейін бастысы оқу керексіз. Ал егер де сіз 8:12-ден кейін оқитын болсаңыз, мысалы, ұйықтап қалдыңыз, бүйтіп қалдыңыз, сөйтіп қалдыңыз, онда уже сіздің таң намазыңыз қаза болады. Сіз таң намазының қазасын өтеймін деп уже не істейсіз? Таң намазының қазасын өтейсіз. Келесі уақыт сіздерге көрініп тұр ма? Сарымен тұрған 5 деп тұр. Яғни сіз не істейсіз? 5 намазының уақыты 12:50. Кірді 12:50-де сіз 1-де оқысаңыз болады, 2-де оқысаңыз болады, 3-де оқысаңыз болады. Бастысына екінті намазы деген тұр ғой. Сол намаздың уақытына дейін оқысаңыз болады. Мүмкіндігінше әрине екінті намазына жақындатпай оқығаныңыз абзал, 15:00-ге дейін оқып тастағаныңыз абзал. Бірақ бір сондай жағдай болып, сіз бір базардан кешігіп келдіңіз, немесе жұмыстан сол кезде ғана шыға алдыңыз, мысалы айталық. Ол кезде осы екінтіге дейін оқуға намаз рұқсат етіледі екен. Сонда 5 намазының өзіне 4 сағат бізге берілген. 4 сағаттың ішінде сіз Аллаға 10 минут арнай алмасаңыз, онда бұл өкінішті жағдай екен. Өйткені сол 4 сағаттың өзін, немесе 24 сағаттың өзін бізге беріп тұрған Аллаға, кешір, менің саған уақытым жоқ деп айтып тұрғанмен теңді. Ал біз әбет ішуге уақыт табамыз, әңгіме айтуға уақыт табамыз, WhatsApp-тан жауап беруге уақыт табамыз әрдайым. Бірақ намазға келгенде уақыт жоқ дейміз. Көбісі осыны сылтауратады. Намазға келгенде уақыт жоқ дейді. Ал ол уақытты беретін кім? Біз уақытты беріп тұрған Алланың өзіне уақыт таппай тұрмыз сонда. Бір. Екіншіден біз ойлаймыз 12:50-де оқу керек. Менде ол кезде жұмыс қызып атады. Бірақ көптеріңізде егер жұмыстарыңызға қарасаңыз, сағат 1-де түскі тамақ, түскі астың уақыты. Яғни сіз түскі асыңыздың 10 минутын намаз оқыңызда, қалған уақытта түскі асыңызды ішіп, жұмысыңызға барып келсеңіз болады екен. Екінті намаздың уақыты 15:38 бен 17:20-ның арасы. Яғни сіз 16:00-де оқи аласыз, 16:30-да оқи аласыз деген секілде, барынша бұл да ақшамға жақындатпағаныңыз абзал. Бірақ сондай жағдай болып қалса, сіз 17:20-ға дейін оқысаңыз болады екен. Енді осы жерде де қараңыздар, Алла Тағала бізге 2 сағат беріп қойды. 1,5 сағат беріп қойды. Екінті намазын осы оқуасын ішті. Тағы да сіз не істей алмайсыз сол жерде? Уақыт жоқ деп Алла Тағалаға айта алмайсыз. Көрдіңіз ба? Ақшам намазында уақыты 17:20-да кіреді, 18:43-ге дейін. Яғни 1 сағаттан аса уақыт бар. Әрине, кірген кезде оқу намазда абзал, бірақ 18:43-ге дейін сіз оқып бітсеңіз, онда сол намазыңыз сол күнгі қаза болған жоқ деген сөз. Яғни Алла Тағала бізге сондай біздің жаңағы 12:50-де оқи алмайтынымызды біліп, 15:38-ге дейін бізге уақыт беріп қойған екен да. Айнұр, оқып алшы намазыңды. Мен саған 4 сағат берем, 2 сағат берем, 1 сағат берем. Соның ішінде бір 5 минутыңды арнаш. Сіздер жаңадан намаз үйренгенде намаздарыңыз ұзақ болып кетуі мүмкін. Бірақ уақыт өте келе 1 апта осылай умеренно жасайтын, оқитын, үйренетін болсаңыздар, сіздер иншалла не істейсіздер? Одан кейін уже жылдам оқитын боласыздар. Сондықтан құрметті жамағат, яғни намазға уақыт жоқ, мен білмеймін, қалай оқылатынын білмеймін деп айтпас үшін де Алла Тағала бүгін сіздерге осындай онлайн тегін дәрістерді ұйымдастыруды біздің ойымызға салып қойды. Яғни қиямет күні сіз айта алмайсыз, Аллах маған үйрететін адам болмады деп. Сіз күнде телефонда отырып жүріп, жоқ, намаз үйренбедім, үйрететін адам болмады деп айта алмайсыз. Екіншіден, уақытым болмады деп айта алмайсыз. Өйткені Алла айтады, мен саған 5 намазына 4 сағат беріп қойдым, қалай уақытым болмады?
мен саған 24 сағат беріп қойдым, қалай уақытың болмады деп ертең бізге айтады екен. Енді құптан намазын уақытына қарасаңыздар, мысалы Алматы қаласында 18:43-те кіреді. Сіз қаласаңыз 18:43-те оқысаңыз болады, қаласаңыз түнгі 12-де оқысаңыз болады. Бастысы құптан намазының уақыты таң намазына дейінгі уақыт. Мысалы, сіз тойға бардыңыз, түнде 2-де келдіңіз, 2-де оқысаңыз болады. Бірақ желательно алғашқы бөлігінде оқып тастаған. Яғни, мысалы, сағат 12-ге дейін, мысалы, немесе сағат 1-ге дейін оқып тастаған абзал. Бірақ негізгі уақыты таң намазына дейін. Сонда сіз таңғы 6:49-ға дейін әйтеуір құптанды. Ол қанша сағатта ойлаңыз? 12 сағатта Алла Тағала беріп қойды сізге. Соның өзін біз деп жүруіміз мүмкін, Сондықтан Алла Тағала бізге барынша намазды жеңілдетіп берді. Енді сол жеңілдікті егер де біз пайдалана алмайтын болсақ, егер де сол жеңілдікті біз қолданбаған болсақ, онда Алла Тағала әрине қиямет күні бізді сұрап, Айнұр, неге сен намаз оқымадың деуге хақысы бар да. Мен саған осынша мүмкіндікті бердім, қалайша сен осыдан кейін маған уақыт жоқ деп айттың. Мен саған онлайн карантинді жауып тастап, онлайн дәрістерді жіберіп қойдым. Соның өзінде сен жоқ деп айттың деп сұрауға хақысы бар екен. Сондықтан біз айта алмаймыз Алла Тағалаға, ертең мен уақытым болмады, бүйт алмадым, білмедім, үйретпеді, жанымда адам болмады, анау мынау деген сөздерді біз не істей алмайды екенбіз, айта алмайды екенбіз. Сондықтан сіз намазға келе алмай жүрген болсаңыз, онда иншалла бізде осындай мүмкіндіктер бар екен. Алла жаса, бүгін міне сіздер қазір осы дәрет туралы айттық қой. Енді сіздер бүгін намаз бастамасаңыздар да, жаңа бастамаған кісілер дәрет алудан бастайсыздар. Осы информацияларды дәптерге түсіресіздер, Одан кейін ертең Алла жаса біз не істейміз? Таң намазын оқып, осылай эфирде үйренеміз. Сәлі 7-ден аса кіруім мүмкін, бірақ міндетті түрде иншалла кіремін. Қыздар, мен артық сұраққа дәл қазір жауап бермеймін. Мен өзімнің жоспарым бар, сіздерге осы 7 күнде барынша артық сұрақтарыңыз қалмайтындай үйрететін. Сондықтан тақырыпқа сай емес. Міне, бүгін дәрет туралы өттік, намаздың уақыттары өттік, намазға керек шарттарды өттік. Осыған қатысты, яғни бүгінгі тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде осы эфирдің астына сұрақтарыңызды қалдырыңыздар. Мен сол жерде жауап беремін комментарийге, немесе ертеңгі дәрістің алдында сол сұрақтарыңыз қамтылады. Бірақ бүгінгі тақырыпта айтылмаған нәрселерді сұрамаңыздар, өйткені мен оны бәрібір алдағы уақытта иншалла айтамын. Сол үшін біз оған артық уақыт кетірмейміз. Иншалла Алла Тағала баршамыздың оқыған намаздарымызды қабыл етсін. Әлі де үйренемін, үйренбедім, үйренгім келеді деген құрбы қыздарыңыз болса шақырыңыздар. Ол кісілерде иншалла үлгеріп қалсын. Сондықтан намаз оқу өте оңай. Алла Тағала бізге барынша жеңілдік жасап берді. Көлікте де әлі қалай оқитын, оның бәрін иншалла айтатын боламыз. Алла Тағала күндеріңізді берекелетсін. Алла Тағала иншалла күндеріңізді сауапты, ізгі амалдарға толтырсын. Және бүгінгі жұма күні баршамызға мүбәрәк болсын. Менің парақшама келгендер, жаңа оқырмандар қош келдіңіздер. Ескі оқырмандар ары қарай иншалла бірге болуды жалғастырайық. Алла разы болсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Міндетті түрде сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге осы бүгінгі тақырыпқа қалдырыңыздар. Жақсы, Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.